Жүйкені тоздыратын және желіктіретін 7 нәрсе. 1. Еңбексіз жеген нан. 2. Некесіз болған жан. 3. Боямалы тән. 4. Нашадан бұзылған қан. 5. Темекенің түтіні. 6. Арақтың жұтымы. 7. Ақшалы ойынның ұтымы. Мұндайларға бой бермес, асыл адам тұқымы. Жан дүниенді жақсартатын 7 жайт бар. 1. Әкімдердің шапағаты. 2. Ғұламалардың шариғаты. 3. Байлардың салауаты. 4. Кедейлердің қанағаты. 5. Үлкендердің ұлағаты. 6. Жастардың инабаты. 7. Азаматтың ар-ұяты. Осыларды азық етет асыл жандар жұрағаты. Тек кетпейтін 3 дұға. 1. Ата-ананың қарғыс дұғасы. 2. Мүсәпірдің налған дұғасы. 3. Аш адамның ашынған дұғасы. Халық та оларды жазғырар, қасында болса куәсі. 3 нәрсеге арқанды сүйіп үйрен. 1. Өмірге арқа сүймеген өледі. 2. Уақытқа арқа сүймеген өтеді. 3. Жүрекке арқа сүймеген өзгереді. Азамат ерді бақытқа жетелейтін 3 нәрсе. 1. Bir қарағанда өзіңе ұнайтын, өзің жоқта абыройыңа, малыңа сенімді әйел. 2. Жуас, мықты, сені досыңа жеткізетін көлік. 3. Кең, әр қажетті нәрселерге толы үй. Азамат ерді бақытсыздыққа жетелейтін 3 нәрсе. 1. Өзіңе ұнамаған, сенімсіз надан әйел. 2. Жүрмейтін жолда қалдыратын көлік. 3. Күнде ұрсатын жаман көрші. Ұмытпа. 1. Алланы ұмытпа. 2. Ата-ананы ұмытпа. 3. Тамақ біреудікі болғанымен қарын өзіңдікі екендігін ұмытпа. 4. Алған қарызынды уақытылы қайтаруды ұмытпа. Ұмыт. 1. Құдайға берген садағанды ұмыт. 2. Біреуге істеген жақсылығыңды ұмыт. Сақтан. 1. Аманатқа қиянат етуден сақтан. 2. Барлық кезде тіліңнен сақтан.